Кеттік, маэстро, жібер қанекей, балабачиктер ойнайды. Бүгінгі ағамыздың тойында балабачиктер қараңыздар. Деген, міне, мықты ойнаған адам бола. Бір-бір тұрып отырмыз. Жігіт, әлі. Жігіт, алдарыңызда не балабачық. Ағам, екі адам жарысы. Жігіт, молодец. Опа, керемет. Молодец, ағам, красавчик. Әдемі, қалыспаймыз, аға, қалыспаймыз. Опа, барабанщик алдарыңызда. Жігіт, опа. Үш, екі. Рахмет, ой, аға, ритм қайда, ритм. Біреудің барабаны қызығы отыз қосында жатыр. Орынға тұрамыз. Қыздар, ағамызға жақсы деп аға, есіміңіз кім? Шекербек. Шекербек ағамның поддержкалары қошеметтеп қойып жатқан. Шекербек аға, ризамыз, күшті ойнадыңыз, әдемі. Шекербек ағама бір жақсы подарканы беріңізші, бір 2500 беріңіз. Шекербек аға, рахмет. Құттықтау Шекербек ағамға өзіңізге қабыл алыңыз бүгінгі тойдан. Ер азаматқа керек нәрселер беріп отыр, байқадыңыздар ма? Шекербек ағамға қошеметтеп қойыңыздар, рахмет аға. Жайғасамыз. Аға, үлкендерден өзіңіз қалдыңыз, есіміңіз кім? Дәулет. Дәулет ағамның поддержкалары бар ма мына жерде? Есіміңіз кім? Жәнібек. Жәнібектің поддержкалары бар ма? Жәнібек. Ой, молодец. Жәнібек. Қонақбай. Қонақбайдан бай. Жәнібек, бұл красавчиктің есімі? Алмас. Алмастың поддержкалары. Орында тұрамыз. Енді мына үлкендер енді. Бірақ мен сізге риза болдым. Мына үшеуін жеңіп қоятын сияқтысыз. Жаңа ойнауызға. Орнымызда тұрамыз. Отырмыз. Енді келесі, мына эстрадамызда қазір келіп те қалуы мүмкін. Серік Ибрагимовты танимыз ғой? Серік Ибрагимов. Саксофон ойнайды. Қараңыздар, өте гранды. Ой, жарайды. Скрипка ойнайық, жарайды. Мақұл. Аяқты қойып аламыз. Аға, аяқты қоямыз. Жігіттер, скрипканы қолға аламыз. Енді креатив керек. Жай ойнау жараспайды. Ағам күшті ойнап отыр, аға ортаға шығып, ана жаққа барып ойнасаңыз болады. Ана жаққа білмеймін. Таң қалдырсаңыз, сіз ұтасыз, бірден айтайын. Жігіттер, сіздерге де анау емес күштіне ойнау керек. Ал сонымен скрипканы қолға аламыз. Ағам пакет жасап берді. Ағам скрипканы қолға аламыз. Аға, қолымыз емес скрипка деп айтамыз. Скрипка контрабасқа соқты. Мына жақта істейді. Пока дайындаласың? Пока дайындалады. Маэстро, скрипачи! Жібер, әдеке, опа! Кет, ғана, күшкіне ойнаймыз, ондарға шығай! Кет, ғана! Елдер қалыстық ойнаймыз! Ойнаймыз, шықырай! Рахмет! Шықыр! Бүгінгі лагерь ойда скрипачтар! Шықыр! Естелік скрипка, естелік. Міне алдарыңызда скрипка шық. Ағамызда пакет әдемі. Жігіт. Әдемі. Керемет. Реквизитін алсаңыздар. Галстугімен ойнау. 3, 2. Стоп. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Әдемі. Мықты. Сіздің есіміңіз кім? Алмас, сіз өте қатты ойнағаныңыз үшін ойынға шығайын деп тұрсыз. Алмасқа қошеметтеп қойсаңыздар болады. Алмасқа жақсы сыйпат берейік. Рахмет. Енді аға, сіз өзіңізді жайлап алып келе жатыр. Көрдіңіз ғой, енді үшеу-ақ қалдық. Жігіттер, тағатса подпись тағатса көрейін енді ағам үшін. Саксофон қолға аламыз, дәл жаңағыдай. Серік Ибрагимовтың ойнайтын саксофон сияқты. Бұл жолы енді креативті қайта креатив керек. Аға, ордаға жүріп кетсеңіз болады, білмеймін. Отырып алыңыз, білмеймін, көресіздер енді. Көреміз. Саксофон қолға аламыз, жігіттер. Үшеуінің біреуі суперфиналға өтейін деп тұр. Маэстро, жібер қанеке, саксофонисты.
өте әдемі жігіттер, өте әдемі. Есіміңіз кім дедіңіз? Қонақбай. Тамаша. Қадірлі достар, көріп тұрсыздар, бір дауыс берейік. Қазір үшеуінің біреуі ойыннан шығайын деп тұр, енді бізде амал жоқ, біреуді ойыннан шығару керек. Сонымен бірінші Қонақбай ұнады дегендер қошеметін соқсын шареге. Бар ма Қонақбай үшін? Молодец. Екінші есіміңіз? Тамаша. Екінші өнер көрсеткен Жәнібек красавчиктің қошеметі бар ма? Әне. Молодец. Және үшінші болып Дәулетбай ағамның позициялары бар ма? Елуден жоғарылатындар сіздікі. Елуден жоғарылатындар сіздікі ана. Бірақ елуден жоғары болды. Ой, иә, қырықтағыларға да ұнап отырсақ. Бірақ енді мына, бірақ енді сіз ойыннан шығайын деп тұрсақ. Рахмет, ағамыздың тойын көтеріп жатқан Дәулетбай ағама қошемет, және бір жақсы сый-сияпат. Аға, мал сізге, мархабат, мықты ойнағаныңыз үшін шығады аға сіздер. Енді екеуіңізді қамтыдық жігіттер. Енді мына Қонақбай мырза, сіз мұнда отырыңыз, және сіз мұнда отырыңыз. Қазақы мәдени құндылығымыз, ұлттық аспабымыз ол домбыра. Дұрыс айтасыздар, ма? Домбырашыларымыз шықты. Енді аяқты қояйық. Аяғымызды қояйық. Домбырасын шығарып алайық. Ал аяқты қояйық. Енді достар, қараңыздар, жастар ғой, жалындап тұр. Домбыраны анау-мынау емес, креативпен ойнау керек. Егерде кім құлағын сөйлдір бәлді? Мықтылап ойнайды, кешені мойынға ойнайды, столдың үстінде тұрып ойнады, білмеймін. Кім қалай ойнайды, қазір көреміз. Өздеріңіз шешесіздер, екеуінің біреуі суперфиналға өтеді, сандықты ашу бақты екеуіңіздің біреуізге бұйырайын деп тұр. Өзі дайындалып жатыр. Жігіттер, мықтылап ойнаймыз, халық қарап отыр, өнерлеріңіз өте қатты керек. 3, 2, домбырашылар алдамызда. Жүйелі қареке, ал кет, домбырашылар. Міне алдарыңызда. Бастан. Міне достар. Халыққа қарап ойнасайын деп тұр. Кетті анау. Міне. Молодец! Әлі кетті құбаларына. Міне домбырашылар кетті алдарыңызда. Міне құбала, қош келдіңіздер алдарыңызда. Сен не істеп жатсың? Домбыраң беріп жатыр. Шүкір, рахмет. Кел отыра қойшы, құдай. Жәке, ашуың қойшы. Құлаларға барып келді қойшы, құдай. Рахмет. Екеуіңнің қошеметтеріңді халық береді. Давайте бірінші Қонақбайдан бастайым, екінші Жәнібектен аяқтайым. Сонымен алдарыңызда керемет қып домбырасын тартып, алдарыңызда актерлық шеберлігін көрсетіп жатқан екі жастың досы Қонақбайдың қошеметі бар ма? Ал енді оң қанаттан керемет қылып домбырасын шертіп алдарыңызда құдалардың ауылына барып қайтты өшірген. Оң қанатты да риза қылған, сол қанаттың да көңілін тапқан Жәнібектің қошеметі бар ма? Не істейміз? Құдалар алып кетті бәрі жатыр. Рахмет. Енді Қонақбай мырза, Жәнібекті мойындаймыз ба? Бәрін мойындаймыз ғой. Жәнібек, мықтысыз ба? Бұл деңгейге қалай жеттіңіз? Білмеймін, табиғатынан сондаймын. Табиғатынан. Рахмет. Ендеше
Қонақбай риза болса, Қонақбайға бір жақсы дәу подарка беріңіздерші, қыздар, әңгіме соғып тұрған екі қыз бір жақсы подарка берейік. Иә, рахмет. Қонақбай мырза, сізге ерекше рахмет. Ардақтан Қонақбайға қошеметтеп қойыңыздар. Ал кілттің иесі бұл жолы Жәнібек красавчик. Аға, иә, кілтті алып береміз, Жәкеге береміз. Иә, Жәнібекке бір жақсы подарка. Жәкебай, кілтті жоғалтып алма, тойдың соңында сандықты ашып көреміз, мүмкін главный суперприз сізге бұйырайын деп тұрған шығар. Біріншісі Құдағида, екіншісі де әлі екі кілт бар бізде, жарай ма? Ендеше Жәнібек, мынау сый-сияпат өзіңізге қабыл алыңыздар. Береке құтты болсын, Жәкебай. Рахмет. Тамаша, қошеметтеп қойыңыздар.